сен отан үшін жаралғансың, сен осының кіндігімен байланып тұрсың, сен сол елдің қанысың, сен осы елге тегін қызмет жасауың керек деп жатамын. Енді біреулер келіспеуі мүмкін, бірақ бұл талқылану керек деп ойлаймын. Жастардың арасында бұл тақырып бар. Мен сіздің пікіріңізбен келіспеуім мүмкін. Сіз сол пікірді айту құқығына ие болғаныңыз үшін мен сізге өмірімді беруге дайынмын деген. Керегін алады, керек емесін қабылдамайды. Сонда сіз жаңа айтып өткендей, ұлтшыл адамдар, ұлтшылдықпен насихатталған адамдар, оның бәрі тарихтан шығады, былай алып өтсек. Сонда тарихтың мақсаты неде деп ойлайсыз? Абайдың мынадай сөзі есіме түсіп отыр. Біздің қазақтың моңғолдан шықпақтығы маңызды емес, немесе ұят емес. Біздің қазақтың ғылымсыз, білімсіз қалмақтығы ұят деп. Яғни тарих деген сұраққа нақты тоқталып отырсыз ғой. Тағы бір сөз бар, күн сайын саясаткерлер тарихты өздерінің осы шақтағы күндері үшін өзгертіп отырады деген. Яғни тарихты ұлылар жасайды, кішілер жазады. Бізге ауызбен-ауыз жеткен тарихтар бар, жазба түріне жеткен тарихтар бар. Тарих бізге нені үйретеді? Тарихтың мақсаты не? Бүгінгі таңдағы қазақ, бүгінгі қоғам айтып отқан тарих не? Біз тарих бізге не үшін керек? Ата-бабаны мадақтау, өзінің батыр елден шыққанын айту, дәріптеу өз халқын. Бір сөзбен айтқанда мақтану деген. Иә, мақтану. Қысқаша айтқанда мақтану тарих біз үшін. Тарихтың бірақ мақсаты бар. Тарих өткен шақтағы қателіктерді бүгінгі күнде қайталамау. Мысалы, мен өзім де патриот болдым. Осыдан 2 жыл бұрынғы Қайратты шақырсаңыз осы студияға, мен сізге ұлтшылдық жайлы айтатын едім. Ұлтшыл болу туралы айтатын едім. Неге? Өйткені 2 жыл бұрын Қайрат сондай еді. Дәл бүгінгі Қайрат ондан келіспейді. Неге? Өйткені ұлтшылдық шынымен мен көзімді байладым. Мен ұлтшыл болып өзімді бақытты сезінген шығармын сол уақытта. Бірақ қазір мен жастардың көзінен ұлтшылдықты түсіндіргім келеді, көзін ашқым келеді. Неге? Өйткені ұлтшылдықтың соңы жаңағыдай келіспеушілікке, ұрысқа алып келуі мүмкін да. Неге? Өйткені өзім де сондай болдым. Басқа ұлттарды жек көруге мәжбүрледім. Бүгінгі ұлтшылдарды қарап отырыңызшы, Қытайларды жамандаймыз. Бүгінгі ұлтшылдар өзбектерді жамандаймыз. Неге? Өйткені нанымызды тартып алып отыр деген сияқты. Қытайлар жерімізді басып алады деген сияқты жалған ақпараттар. Сонда ұлтшылдық тәрбие алғандар, олар әрдайым басқа мемлекеттерді, басқа ұлттарды жек көрумен айналысады дегіңіз келіп тұр ма? Жек көрумен айналыспайды, бірақ қоғам саналы түрде оны біздің қоғам санамызға енгізді ақырын. Неге? Өйткені мен өзімде ұлтшылдық, қалай ұлтшыл болдым деген сұрақты өзіме қойдым. Мектеп кезінде жарыстар болатын, патриоттық, поэзиялық жарыстар. Мен қазақтың деген тақырыптарда, ұлтымды қорғау, отан деген тақырыптарда мен сүйіп ұлтшылдық өзім санама бірден енді. Әкем ұлтшыл қылып тәрбиеледі мені. Қазақ деген осындай ұлт, қазақ деген керемет ұлт. Иә, керемет ұлт. Бірақ басқа ұлттар ше сонда? Басқа ұлттардың бізден несі кем дейді? Иә, басқа ұлттар. Өзбектерде батыр жоқ па? Өзбектерде ақын жоқ па? Тек қана қазақтарда ма? Тек қазақта батыр бар, қазақта ақын бар, қазақта дана бар. Қазақ жоғары хан халық. Мен осы пікірмен келісім келмейді. Өзге ұлттарды қорлағым келмейді, өз ұлтымды мақтау арқылы өзге ұлттарды жерге қарай түсіргім келмейді. Барлық адам бірдей екен, барлық адам бірдей. Сол кезде ұлтшылдықты қалай жеткізсе де адамда бәрібір тәкаппарлық пайда болады. Мен соны жеткізгім келеді. Иә, ұлтшылдар маған қарсы шығуы мүмкін. Сен не айтып отырсың, не оттап отырсың? Қазақ болып туылып, қазақтың нанын жеп деп. Мен ештеңе айтқым келіп отырған жоқ. Егер мен Қытайда туылсам, мүмкін Қытайды мадақтар едім. Бірақ Қытайда ұлтшылдық пропаганда бар ма, жоқ па, мен оны білмеймін. Бірақ та Қытайды мадақтайтын едім. Яғни ұлтшылдық тек қана қазаққа тән емес. Бүкіл ұлттардың бойында бар қасиет. Америкалықтар өздерінің Америка болғаны үшін мақтанады. Сол сияқты, бірақ Американың өзінің жерін кімнен тартып алды? Тарихи шындық қой. Қазақтың өзінен ренжімесін. Бірақ Керей мен Жәнібек 65 пен 66-та 1400 қазақ хандығын құрған кезде олар қазақ хандығын құрды деп ойламаймын. Олар Шайбанидан бөлініп, яғни таққа таластықтан Есенбұғаға қарай келіп ығысты.
200 мың халықты алып кетті. Бірақ ол кезде жалынтақ қазақ елін құрамыз деген арман болды ма? Немесе таққа таластықтан кетіп қалып, өзге ел пайда болды ма? Қазақ деген бертін келе пайда болған ел. Бұған қалай қараймыз? Бізге тарихты қалай жеткізеді? Насихат жолмен. Осылай пайда болды, біз армандаған еліміз, біз өйткен еліміз, біз бүйткен еліміз жоқ. Мүмкін сол кезде айырылмағанда мүмкін үлкен империя болатын. Мүмкін империя болуымыз да мүмкін. Сол кезде Шайбаниден бөліп кетпегенде басқа ұлт болып атанып. Менде мынандай сұрақ болып тұрды. Сонда біз ұлтшыл болып әлемдік деңгейге жете аламыз да, немесе басқа мемлекеттер ұлтшыл болып әлемдік деңгейге жете алады ма? Ұлтшыл болып әлемдік деңгейге жеткен елді көріп пе едіңіз осы кезге дейін? Патриотизм деген біздің көз алдымызға шиырма қойып тастайды. Ар жағында не болып жатқанын көре алмау үшін. Тағы да қайталаймын, мойындағымыз келмейді. Басқа ұлттың өзімізден кем емес екендігін. Маған еврейдің дәстүрі ұнамайды, маған өзбектің дәстүрі ұнамайды, маған пәлен елдің, Қытайдың дәстүрі ұнамайды. Біз өзіміздің қоғамның, өзіміздің елдің, ұлттың құндылықтарымен тәрбиеленгендіктен әрине басқа елдің дәстүрлері ұнамайды. Олардың да өзінің қалыптастырған дәстүрлері, құндылықтары бар. Біз оны қабылдай алмаймыз. Неге? Өйткені біз ұлтшылдықпен насихатталғанбыз. Өз ұлтымызды ғана сүюге тәрбиеленгенбіз. Түсінесіз ба? Әсіре ұлтшылдық, әсіре діншілдік, бұның бәрін ретке келтірмейінше сол баяғы Құдай таңдаған халық, қаны жоғары халық қала береді. Біздің фашизм сияқты, соғыс екінші дүниежүзілік алып келген фашизм сияқты ұлтшылдықты. Бірақ қазір онда өршіген көзқарас жоқ, бірақ сонда да кім жақсы көрмейді, кім қаламайды, қай ел қаламайды, өзінің Құдай сүйген халық болғанын, Құдай таңдаған халық болғанын. Біз қазақ мықтымыз ба? Адамдар айтып отырады, үйдегі үлкендер. Біз сондай халықпыз. Біз Құдайдың нұры түскен халықпыз. Басқа халықтарша. Неге біз сондай бағытпен жеткіземіз? Неге біз бүкіл барлық нәрсеге оңай қараймыз? Түптің түбінде ұлтшылдық деген көзқарасты алып тастауымызға тура келеді. Алмасақ біз бірге алмаймыз, түсіне алмаймыз. Сіз еврейлердің өз салттарымен арабтардың ортасына келіп еніп ұғысып кеткенін көресіз. Елестете аласыз ба көз алдыңызға? Жоқ, елестете алмайсыз. Өйткені арабтар еврейлерді түсінуге тәрбиеленбеген. Қытайлар өзінің салтымен ортамызға келіп бөлісіп, кірісіп, сіңісіп кете ала ма? Жоқ. Өйткені біз қытайларды түсінуге, салт дәстүрін оқып білуге тәрбиеленбегенбіз. Біз өзіміздің ұлттық құндылықтармен тәрбиеленіп, дамығанымыз соншалық басқа ұлттардың салттарын қабылдай алмаймыз, түсіне алмаймыз. Кейде жек көріп кетеміз. Кейде шыны керек соғысуға дейін баратын кездеріміз болады. Соғысқымыз келіп кететін. Қырып жібергіміз. Мен құлақпен естіп жатамыз ғой. Жойып жіберсе екен осы ұлтты. Керегіне қарап отырасың. Яғни бұл деген басты дерт. Адамдар бір-бірін түсінуге тәрбиеленбеген. Біз өз ұлтымыздың құндылықтарымен қатты насихатталғанбыз. Мәселе осында жатыр. Бізге түсіну оңай. Бізді ортамызды түсіну үшін, адамдарды түсіну үшін, болмаса табиғатты түсіну үшін бізге ғылым тілімен түсіндіру керек. Яғни бір адамның басына найзағай соқса, оның найзағайдың түсу себебі ол адам қателік жасаған, соның басына Құдай қарғысына ұшырап найзағай түскен жоқ, болмаса шаманизм ілімімен түсіндіріп керегі жоқ. Түсінесіз ба? Оны ғылым тілімен түсіндіру керек. Оңай әшейін жауап бере салу, жаман адам шығар, сосын басына найзағай түсті деген пікір болмайды. Жаңағыдай айтып өтейік, сіз алыс кетпей-ақ қойық, Қытай мен Қазақты немесе еврейлер мен палестиндікті былай қарап отырсақ, біз өзіміздің елімізде де мысалы батыстан келгендерді, оңтүстік пен солтүстік, солардың өзін біз өзіміздің халқымыздың ішінде өзіміздің бір ұлт болсақ та бір-бірімізді сыйдыртпаймыз, бір-бірімізбен келісе алмаймыз. Сонда ұлтшылдық деген мағынаның өзі басынан дұрыстап мәліметтелмеген ғой. Бір нәрсе айтып өтейін, сіз дұрыс айттыңыз. Батыстағы біздегі адамдар қоғам қалай тәрбиелеген, батысқа барсаң үй жандар кетті деп қарсы алады. Бұлар өте қауіпті адамдар, кез келген уақытта алаяқ алдап кетуі мүмкін. Өзің ыңғайсызданасың. Батыстағылар бізге келсе, мынау өте грубо халық, яғни өте анайы сөйлейтін халық деп қабылдайды. Біздің санамызға сіңдіріп тастағанда, өзі қазақ елінің, Қазақстанның ішінде тұрып біз бөлінеміз бір-бірімізге. Яғни олар өзінің батыстың құндылығымен, өздерінің құндылықтарымен тәрбиеленген, бізді қабылдай алмайды. Біздікілер батыс қазақстандық адамдарды қабылдай алмайды. Неге? Біз солай тәрбиеленгенбіз. Бірімізді түсінбеуге тәрбиеленгенбіз. Бір-бірімізді шеттетуге тәрбиеленгенбіз. Алысқа бармай-ақ сіз айтқандай осы мысалдарын келтіруге болады. Және де айтып өткенде жаңа ұлтшылдықпен әлемдік деңгейге жете аламыз ба деген сұрақты қайталап айтып өтейін. Ұлтшылдық әлемдік деңгейге жаңа айтып өттіңіз, өзіңіз қай мемлекетті көрдіңіз дегендей. Дұрыс айтасыз, сал қарап отырсақ, фашистерден 1939 жылғы Гитлер фашистік движенияны бастады. Оны Бенито Муссолини бастады негізінде. Олар қанша елді жаулап алды, немесе Англияны алсақ, Оңтүстік Африка Республикасы, Австралияны,
Жаңа Зеландия деген сияқты мемлекеттерді жаулап алды. Мысалы Қытайдағы Гонконг қаласында бодандыққа алып алды. Отарлап. Португалия мысалы Бразилияны алды. Португалия мен Испания, Бразилия, сол оңтүстік Америкаларды алды. Немесе Францияны алсақ, Канаданы алып алды. Бірақтан олар әлемдік деңгейге жете алмады ғой. Олар өзінің ұлтшылдығын басқаларға бәрібір насихатталғанымен ол жақтағы мәдениетті бұзбаса өзінің ұлтшылдығын тарата алмайды. Дұрыс айтасыз, келісемін. Алдында айтып өткендей, ұлтшылдық дұрыс емес, ұлтшылдықты жойып тастау, алып тастау керек дейсіз да. Сол кезде ұлтшылдық қаяқтан туады десек, жаңа айтып өткендей, ұлтшылдық халықтың мәдениетінен, салт дәстүрінен, құндылығынан пайда болады. Ал сол кезде сіз ұлтшылдықты алып тастасаңыз, онда ұлтшылдықпен бірге халықтың мәдениетін, құндылығын және де салт дәстүрлерін алып тастау керек қой. Сіз оны қалай түсіндіресіз? Иә, мен сол пікірде қаламын. Ұлтшылдықты жалпыламай, ұғымды алып тастамасақ, жастар сол баяғы Құдай таңдаған халық, жоғары халық болып қала береміз да, басқа ұлттар төмен болып кете береді. Салт дәстүрді алып тастау, керек жерін қалдырып, керек жермен алып тастауымыз керек кейбір тұстарын. Көп келіспейтін тұстарым менде бар. Неге? Өйткені айттым, бір ауылдан шыққан мақал мәтел, жұмбақ болсын, болмаса жаңағыдай құндылықтар болсын, сол шекарада, яғни шиырмада қалып қояды да, жастар сол көзқараспен бүкіл әлемге қарайтын болады. Мысалы, мен ойлап жатқан оймен, сіз ойлап жатқан ой екеумізге сәйкес келмейді. Неге? Екеуміз екі түрлі қоғамнан шықтық, екі түрлі ортадан, екі түрлі құндылықпен тәрбиелендік та. Екеуміз араласа алмаймыз. Себебі не білесіз ба? Сіз ауылдан шықтыңыз, тек ру тайпаның ғана әңгімесіне шектелесіз. Мен қаладан шықтым, тек қана қазақ деген сөзінің шекарасынан шыға алмаймын. Сөйтіп екеуміз келісе алмай қаламыз. Бір адамдар бар, жетінші эгоистік дәрежеге көтерілген, ол әлемдік көзқараспен қарайды. Адамдар бір-бірін түсінісіп, ұғысып өмір сүру керек. Ұлтшылдық, діншілдік, басқа да толып жатқан салтшылдық деген сияқты дәстүршілдіктің барлығын санадан алып бір-бірімен араласу мақсатында. Мысалы, сіздің телаңыз, яғни сіздің дене бітіміңіз, ішкі организмді алайықшы, жүрек, өкпеңіз, бүйрек, бауырыңыз төртеуі төрт жаққа тартатын болса, төртеуі төрт түрлі барлық бір қызметі бар өзінің, әрқайсысы өз қара басын ойлайтын болса, сіздің денеңіз давно, яғни баяғыда шіріп кеткен болар еді. Барлығы бір ортақ сізге жұмыс істеп жатқандықтан ғана сіз әлі күнге дейін организм жұмыс істеп жатыр, солай емес па? Тірі организм ретінде сіз жұмыс істеп жатырсыз. Тура сол сияқты. Халықтар егер өзінің ғана қамын ойлап, өзінің ұлттық құндылықтарымен ғана ойлап, солай болу керек, басқалар да солай қарау керек деп, солай жүре беретін болса, бір-бірімізді қабылдап, түсініп, ұғыспайтын болсақ, басқа ұлттармен біз бірге алмаймыз. Біз сол тобыр, бағана айтқан тайпа, ұлттық деңгейде қалдық та бір империялық этнос болып. Одан артыққа дами алмай жатқан себебіміз осы ұлтшылдық. Одан ары даму үшін оны да жойып, адамдармен бірігуіміз керек. Сол кезде біз еврейлермен, арабтармен, болмаса америкалықтармен, басқа да ұлттармен, кезектесек индеистермен де араласа аламыз, топтаса аламыз, бірге аламыз. Тек қана жаңағыдай құндылықтар жүйесін жойсақ қана, миымыздан санамызды алып тастақ қана. Яғни оған бізге тағы да айтамын, ғылым мен білім керек. Жаңа сіз жетінші эгоист деген туралы айтып жібердіңіз ғой, соны қалай түсіндіріп бересіз? Ол не ол эгоист деген? Жетінші эгоист тақырыбын қозғамай қояйық бүгін, бірақ болашақта міндетті түрде айтамын. Жетінші эгоист тақырыбын. Сондықтан бүгін осы қорытындыласақ, жастарға тағы айтарым. Насихаттан ақиқатқа өтейік, магиядан мәліметке өтейік. Оқыңыздар, ізденіңіздер. Әлем жарық, тек қана оқу керек, іздену керек. Рахмет сізге.